Отбасы хрестоматиясы. Миғражнама. Уақыт ішіндегі уақыт. Пайғамбар Миғраж сапарын баяндап отырып, Миғражға ұшып бара жатқанда құмыраны шапанмен шеті іліп кетіп еді. Ол құлап бара жатты. Мен ішімнен қап сүт төгілетін болдау, аққа обал болатын болдау деп уайымдап кеттім. Содан соң күллі ғаламды аралап, шарлап шыққан соң Құдайдың дәргейінде қонақта болдым. Сапарым тәмам болған соң Жәбірейіл мені параққа мінгізіп үйіме әкеп тастады. Үйге келсем, кетерде құлатқан құмырам әлі құлап болмапты. Дереу шап беріп ұстай қалдым. Түзетіп нақтап қойдым, деді. Серіктері Миғраж оқиғасын тамсана тыңдап, арман қиялдарына ерік беріп отырды. Олардың арасында жазу сызуды білмейтін қараңғылау бір құмырашы бар еді. Ол бір өмір бақи Меккеде базардан басқа жерді көрмеген. Сұхбат бітіп, пайғамбардың үйінен тарасқан соң жолда келе жатып, қасындағы көршісіне: Мұхаммедтің уағызы керемет, өзі де ғажап адам, қолы ашық жомарт, әсіресе Құраннан аят оқығанда тұла бойым шымырлап кетеді. Бірақ бүгін қатты әсерленіп кетті-ау деймін. Ана құмыраның қисайып сонша уақыт ауада ілініп тұруы сәл ертегі сияқты. Сол құмыра сынды десе де сенеміз ғой, деді. Көршісі: әй бауырым, пайғамбардың сөзіне күмән қылма. Күмән иманнан айырады. Мұхаммедтің өтірік айтқанын қашан көрдің, дейді. Жоқ, сен мені дұрыс түсінбедің. Мен күмән қылып не болмаса өтірік айтты деп тұрғам жоқ. Аздап әсерленіп кетті ме деп жатырмын. Пайғамбар артық әсерге бөленбейді. Ол ақиқатты ғана айтады. Неге бөленбейді? Өзі де мен де сендер сияқты адаммын, Алланың құлымын деп жиі айтып отырады ғой, деп дес бермеді. Үйіне кірсе, әйелі қамыр жайып ас әзірлеп отыр екен. Ол ерін көрді де: үйде су бітіп қалыпты, бұлақтан бір шелек су әкеліп берші, деп суға жұмсады. Ол ыдысын алды да тысқа шығып кетті. Беті ашық бұлақтан 2 шелек су алды. Кенет аяғы тайып кетіп, былшыққа барып жығылды. Сырғып барып суға күмп ете қалды. Су ішінде бір мезет қана арпалысып денесін түзеп алды. Басын шығарды. Қараса, бұлақ емес, арнасы кең дарияның жағасында арпалысып жатыр екен. Қарманып-тарбанып жағаға шықты. Қараса, үстінде киімі жоқ. Жынысы әйелге өзгеріп кетіпті. Әуретті жерлерін жауып әуре болды. Шелегі де, ауыл аймағы да көзден ғайып болған. Бұл түк түсінбей үрпиіп тұрып қалды. Сәлден соң өзеннің жағасымен бір атты кісі кетіп бара жатты. Айғайлап оны өзіне шақырып алды. Оған болған жайдың бәрін баяндап әлек. Аттылы ішінен: мына әйелді жын соғып кеткен екен. Еркекпін дегені несі, деп ойлайды. Бірақ сұлу әйелді артына мінгестіріп алып кетеді. Жолда кездескен тегін олжаны өзіне қатын етіп алады. Олар 10 жыл отасып, әйел 5 бала табады. Сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығады. Бір күні тапатал түсте тамақ дайындап жатып, өзенге суға кетеді. Келді де шелегін толтырып алды. Қозғала бергенде аяғы тайып кетті де өзенге жалп ете қалды. Ол суға жүзе алмайтын. Бақыруға шамасы келмей өзенге бір сәтке батып кетті. Жанталасып судың бетіне қалқып шығып еді. Түн ортасында бұлақтың ішінде шалқылдап жатыр екен. 2 қолын тіреді де бұлақтан оп-оңай атып шықты. Қараса, баяғы бұлағы шелегі қозғалмаған, бетіндегі су діріліп әлі толқып тұр екен. Жынысы еркек таңғалып тұрып қалды. Есін жиып шелегін алды да үйіне қарай асықты. Арсын-күрсін кіріп келді әйелі. Судың бәрін төгемеге үйге жүгіргенің қалай? Біреу қуды ма сені? дейді. Ол: әй қатын, мен кеткеніме неше жыл болды, дейді. Есің дұрыс па сенің? Қайдағы жыл? Сен мен кеткенде қайда болдың? Қайда болғаны несі? Үйде отырмын. Мен 10 жыл басқа елде біреуге қатын болдым. Қатыны несі? Мен ғой қатын бұл үйде. Саған бірдеңе көрінген бе, дейді әйелі. Сол кезде барып оның ойына пайғамбардың Миғраж сапарына күмән келтіргені сап ете қалады. Алланың хикметі екенін түспен ұғады. Тәубе етіп шүкіршілік қылады.